Ер азамат үшін отан қорғаудан артық қасиетті міндет жоқ. Ата-бабамыз аманат етіп қалдырған жеріміз бен елдігімізді сақтау біздің басты парызымыз. Бүгінде осы аманатты арқалаған ішкі істер органдарының қызметкерлері еліне аянбай еңбек етіп келеді. Ол адал еңбек пен антқа берік болудың жемісі. Жаңа Қазақстанда алдымен сол полиция қызметкерлерінен басталады, өйткені жәбір көрген адам соған келеді. Солар дұрыс шешсе заң саласында олар ары қарай бармайды. Мен ырзамын өміріме, осылай жүргеніме. Себебі мен қызметті өте жақсы көрдім, жұмысымды өте жақсы көрдім. Ғашық болып дейді біреу айтады. Сол айтпақшы, мен үшін жұмыс, қызмет праздникке, мейрамға барғандай болды. Осы орайда Түркістан облысының шенді арулары отан қорғаушы әріптестерін мерейлі мерекелермен құттықтайды. Құрметті ер азаматтар, әріптестер, 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесі қарсаңында сіздерге денсаулық, амандық тілейміз. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Бар өмірін ішкі істер саласына арнап, күн-түн демей, елін, жерін қорғап, өз қызметтерін мінсіз атқарып келе жатқан қызметтестерімізге, ардагерлерге алғысымыз шексіз. Еліміздің жарқын болашағы үшін атқарып жатқан игі істеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, бақытты ғұмыр тілейміз. Жыл сайын отан қорғаушы батырларды еске алып, гүл шоқтарымен жиналамыз. Себебі ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды. Осы ретте біздер қадірлі ардагерлерге бейбіт өміріміз бен бақытты болашағымыз үшін алғыс айтамыз.